Қайырлы таң көрермендер, бүгін қандай лайфхакты тексереді деп күтіп отырған боларсыздар. Біз бүгін сәл де болса жинақы болуды көрсетеміз. Әлеуметтік желідегі лайфхактарға сенсек, әуежайда немесе бір адамды күтіп отырған кезде осында чипстерді жеп отыратын әдетіміз бар. Бірақ байқаусызда бұны төгіп алатын сәттер жиі кездеседі. Ал оны төгіп алмас үшін, жинақы болу үшін қазір бір әдісті көрсетеміз. Жүзеге аса ма, аспай ма сіздермен бірге көретін боламыз. Ал бұны шашып алмас үшін сіз қолыңызда бар дүниені іске асыруыңызға тура келеді. Ол үшін үнемі қалтада жүретін мынандай қатты пластикалық карта және оттық қажет болады. Осы екеуінің көмегімен мына пакетті бекітуге болады екен. Қазір бірге көреміз. Ол үшін пакетті осылай бүктеп, сыртынан оттықпен ақырын жағамыз. Сонда мынау қазір бекітіп қалу керек. Мынау жыртылып қалды. Жүзеге аса қоймайды осыңыз. Алысырақ жағу керек сияқты. Жағып болдық, енді қазір көреміз. Көргендеріңіздей пакет бекітіп қалды. Бұны саяхатқа шыққан кезде жүзеге асыруға болады. Кейде осылай жазып отқан кезде қарындаштың басы күтпеген жерден сынып қалатыны бар. Мұндай кезде сізде ұштағышта табылмай қалуы мүмкін. Бірақ бізге көмекке мынадай сәбіз аршитын құрал көмектеседі екен. Осының көмегімен мына басы сынып қалған қарындашты ұштауға болады. Көргендеріңізде қарындаштың басы үшкірленіп өте әдемі ұшталды, яғни бұл әдісті кәдеңізге жаратуға болады. Көргендеріңіздей бүгін тексерген лайфхактарымыздың бәрі жүзеге асты. Алдағы уақытта басқа да лайфхактарды тексеретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.